Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы кроссовканы тоқитын боламыз. Аяқта өте ыңғайлы және әдемі көрінеді. Мен 38-ші размер гелевый табан алдым және осындай жібек жіп алдым. Мынау біздің өзіміздің жібек жібіміз оралған. Енді мынау өзі осындай да оралып тұрады. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Екеуі бірдей, қалыңдығы да несі. Жұмысымызды бастаймыз. Енді осы жерде бізде мынау біздің дәл ортамыз. Осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ұяшықтан бастаймыз. Осы жерден бастап, осынша жіп қалдырып, мынау ұяшығымыздан шығарамыз. Және осы жерге іліп аламыз. Біреу бұған, біреу тоқимыз. Келесі ұяшығымызға екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Келесі ұяшығымызға үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді келесі ұяшығымызға тағы үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді келесі ұяшығымызға екеу. Біреу, екеу. Бізде бастағанымызда мына ұяшықты біреуден бастадық. Бұл жерге қазір айналып келгенде ақ тоқылады, мына қызылды жауып кетеді. Сонда біз бірінші екеу, үшеу, екеу, келесі үш, солай айналып мына шетке шейін апарамыз. Қарама-қарсы жеріне шейін. Біз айналып осы жерден жаңа бастаған жеріміз мінекей. Біреуден бастадық. 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Екіден аяқталды. Бұл жерде біз мынау 9-шы ұяшықтан бастағанымыз, ол ақпен жабылып кетеді. Біз енді артын туралауымыз керек. Алдында, артында дәл осылай түзу қылып ұстап, осы жерден аяқтаймыз. Мынау артық тұрғаны бұл ақ жіппен жабылып кетеді. Осы жерден енді ақ жібімізді бастаймыз. Енді ақ жібімізді бастаймыз. Осы жерден осынша артық алып, мынау қызыл жібімізді тартып, осы жерден ұяшыққа кіргізіп, ақ жіпті тартып шығарамыз. Осы жерден біреу. Бізде екеумен аяқталды. Бұл жерге үшеу тоқылады. Қазір сәл ыңғайсыз болып отыр. Екеу, үшеу. Енді мынау қызыл жібімізді астында қалдырып, енді ақ жіппен тоқимыз. Келесі бізде тағы үшеу болады. Біреу, екеу, енді үшеу. Енді мынау қызыл жібімізді сәл артқа қарай тартып, сәл басып тоқимыз. Өйткені көрініп қалмау керек. Келесі бізде екеу тоқылады. Біреу, екеу. Артқа қарай тартып қойыңыздар. Енді осылай тоқып бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ұяшығымыз
ақ болу керек. Өш жерге шейін тоқып алып келеміз. Мінекей бізде 8 яшыққа тоқыдық. Өш жерде мынау соңғы қызылда 2, ақта 3, 2, 3, 2, 3, 3 аяқталды. Осы ортада 8 яшыққа 8-ге тоқылды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі алды жағын біз қызылдан бастаймыз. Мынау ақ жібімізді астына жіберіп, өш жерден тоқимыз. Бізде келесі 2 болады. 1, мынау ақ жібімізді тартамыз. Тартып, бұл жерге 1, 2 тоқылады. Келесіге 3 тоқылады. 1, 2, 3. Енді келесіге тағы 3 тоқылады. 1, 2, 3. Осылай айналдырып, осын қарсы жағын алып барамыз. Соңғысына келейін деп жатыр біз. Енді келесіге ең соңғысына 3 тоқимыз. Берде ақ жібімізді артқа қарай артына жіберіп, астында қалып кетсін. 1, 2, 3. Мынау бізде ең соңғы қызылы, мынау ақты ар жағынан астына қойып тоқып келдім. Енді бізде ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 яшық қалды. Енді өш жерден ағымызды бастаймыз. Енді ақ жібімізді бастаймыз. Енді өш жерден қызыл жібімізді астыға жіберіп, мынау ақ жібімізді бастаймыз. Қызыл жібімізді сәл қатты тартамыз. Және ақ жібімізді яшықтан алып шығамыз. Сөйтіп өткізіп, бұл жерге біз 3 тоқимыз. Бізде мына жерде 2, мына жер 3, мына жер 3 болады. 2, 3, 1, 2-ден тоқып атырық. 2, 3. Енді бізде келесі 2 болады. 1, 2. Мынау қолға ұстап тоқыған ыңғайсыз екен. Осылай осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мінекей соңына келдік. Бізде неде 2, 3 болды. Енді мынау соңғы немізді тоқимыз. Біреуден бастағанымыздың орнына қызыл тоқимыз. 1, 2, бірге 3 тоқимыз. Өйткені мына қызыл бастағанымызды жабу керек. 3, үшіншісі. Бұл жерде 3 қатармен болып кетті. Енді өш жерден мынау ақ жібімізді артқа қарай жіберіп, қызыл жібімізді іліп шығарып, осы күрчектағы жіптен шығарамыз. Осы жерден ақ жібімізді осынша кішкентай неғып шығарып, өш жерден қиып тастаймыз. Ақ жібімізді неғылдық, қырқып алып тастадық. Енді өш жерден қызылды бастаймыз, арт жағын. Осы қызыл жібімізді тартып тұрып, осы мына 2 тоқыған ортасында бір яшық болады. Соған кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күрчектағы 2 жіптен өткіземіз. Енді келесіге жұмыс жібімізді алып шығып,
осылай жаймен тоқимыз әр ұяшыққа бір-біреуден. Осылай тоқып осы жерге шейін алып келеміз. Мына айналып мына соңына келдік. Мына жақтан тоқып айналдырып алып келдік. Енді бұл жерде мынау соңына келдік. Бізде мына жерде 2 ұяшық қалды. Соны мынау ұяшыққа кіргізіп, жаймен тоқып, осы жерден бір ұяшық қалдырып кетеміз. Осы жерден тартып, ілмегімізді іліп, өйткені ең соңында тоқ болғаннан кейін, ең соңғы қатарымыз жүрген кезде осы жермен қосамыз. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Ілмегімізді ілдік. Енді осы жұмыс шыбымызды арт жағынан бос ұстап келіп, осы жерге шейін алып келеміз. Және осы жерден мынау бірінші ұяшыққа тоқымаймыз. Келесі ұяшықтан осы жерден бірінші төбесінен бастаймыз. Ұяшықтан шығарып, және тағы біреу көтереміз. Енді осы тоқылғанның қасында астыңғы жағынан алып, бұл жерге ұзын тоқимыз. Келесіге қысқа жанынан тоқимыз. Келесіге ұзын тоқимыз. Астынан келесі мынау жанынан тоқимыз. Келесісін мынау мына жерде болғанда бұл жақын болып кетеді. Келесіге ұзын жанына, мына жанындағы ұяшықта қысқа. Одан кейін мынаған келгенде келесісі мынау болады. Бұл жерге ұзын. Осылай осындай болып шығады. Өстіп соңына шейін алып барамыз. Мына соңына келдік. Бұл жерде бір ұзын бір қысқадан тоқып, мынау ең соңында қысқасын тоқыдым. Енді осы жерде мынау асты жағынан алып, ұзынын тоқимыз. Ұзынын тоқып, енді мына біз үйде ортада біреу қалды. Мынау ілмек тұр, ортада біреу қалды. Сояқтан жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жібімізді күрт жаққа іліп, мына ілмегімізді іліп шығарып, осы жерден іліп, қайтадан ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осылай, дәл осындай қатардан 12 қатар көтереміз. Біз мынау енді 12 қатарымызды тоқыдық. Бізде бір қатар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар болды. Осы жерден аяқтадық. Енді бізде мына жағын бастаған кезде қысқадан бастаңыздар, аяқтаған кезде қысқадан аяқтаңыздар. Сонда мына ортасын тоқыған кезде, екеуін қосатын кезде аралары дәу болып қалмайды. Енді осы жібімізді алып келіп, арттан алып келіп, осы жерге қойып, мына жерде біз бірінші ұяшықты тоқымай қалдырып кеткенбіз. Мынадан тоқыдық, мынаны тоқымай қалдырып кеткенбіз. Осы жерден бастаймыз. Ең соңғысын тоқимыз деп біреу қалдырғанбыз. Соған тоқимыз. Соған кіргізіп, күртегімізді, жұмысшымызды іліп шығарып, осы жерден біреу көтереміз. Енді осының қасында бірінші ұяшық тұрады өзі. Соған біреу тоқимыз. Қысып, мынау екіншісі. 2, 3, 4,
үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Енді мынау төбесіне 14. Сонда біздің мына жағымыз 14, арғы жағымыз 14 болады. Енді осы тоқыған жерімізде тағы біреу тоқимыз. Сонда мына шеті 4-3 болып тұрады. Енді ар жаққа әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы жерден жұмысшымызды іліп, осы жерге шейін алып келеміз. Біз мына бұрышына келдік, айналдырып тоқып. Менде бұл жерде мына қатар, мына жерден бастап 13 болды. Мен мынау ең соңғысын тоқиын деп жатырмын. 14-ші ұяшыққа тоқиын. 14. Енді біз осы жерде мынау ең соңғына біреуін қалдырғамыз, екіншісінен бастағамыз. Сол жерден аяқтаймыз. Жұмыс жібімізді шығарып крючоктан, енді осы алдыңғы жіптен ортасынан шығарып бекітеміз. Және мына жұмысшымызды тартып, енді осы жерден мына жібімізді ортасынан өткіземіз. Және қатты тартамыз. Мына астыңғысын тартып, ұстап, осы жерден былай тартамыз. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды.